2000 жыл бұрын ежелгі Грецияда пайда болған театр қазір рухани азыққа айналып отыр. Жазушы Шерхан Мұртаза театр көбейсе түрме азаяды дейді. Себебі мәдени ортаның көрерменіне қояр бірнеше талап бар. Көрермендер көбіне кешігіп келеді. Бұл театр заңдылығына кішкене болсын қайшы болып табылады. Сахнада ойнап жатқан актерларға, ол жақтағы ұжымдарға бізде кешігіп келген көрермендер кедергі жасайды. Ертерек келген дұрыс. Және де бізде театрда киім үлгісіне де ерекше мән береді. Мұнда классикалық киім үлгісін киіп келген дұрыс. Мұнда кейбір адамдар қарапайым киіммен келе салады. Бұл да біздің театрдың кішкене болсын мәртебесіне зиян келтіреді. Театр әдебі киім ілетін жерден басталады. Дәл мына көріністегідей дөрекілік көрсетуден аулақ болыңыз. Керісінше киім қабылдаушымен амандасып, сырт киіміңізді ыңғайлы етіп беріңіз. Ертерек келген болсаңыз, театрмен танысып, үшінші қоңырау соғылғанда көрермен залына өтіңіз. Орныңызға жайғасарда басқаларға ыңғайсыздық туғызбаңыз. Кешірім сұрап, ілтипат білдіріп өткен дұрысырақ болады. Орындықтың екі шетіне жайғасып алмаңыз. Барынша жинақы болыңыз. Театрда ұялы телефонға үңіліп, қарқылдап күлетін, сағы шайнап отыратын көрерменді де кездестіруге болады. Дұрысы, ұялы байланыс құралын өшіріп, қойылымға мұқият зер салу. Сонымен қатар, театрға тамақпен, үй жануарымен келуге тыйым салынады. Бұл осындай жерлерге жастар жиі келетін болса, әрине олар Қазақстанымыздың болашағы, осы жас өспірім балалардың мәдениеті жоғарылаған сайын бізде елімізде алға шыға береді. Сондықтан театрға жиі келейік деп айтамын. Қойылым көңіліңізден шықпаса, үзілісте кетуге рұқсат. Ал егер спектакль үзіліссіз болса, аяқталғанша отырыңыз. Міндетті түрде қойылым соңында театр ұжымының еңбегін бағалап, орныңыздан тұрып, қошемет көрсетіңіз. Актерлар сахнадан кеткенде ғана залдан шығуға болады. Осы ережелерді біліп жүрсеңіз, мәдени ортаның сыйлы қонағы боларыңыз анық.